Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін 12 тамыз 2026 жылға болжам айтамын. Соңына дейін тыңдаңыздар. Маңызды ақпаратпен бөлісемін. Бүгін күннің энергиясы ашылу. Бүгін күннің тұтылуы, яғни 12 августте болады. Маңыздысы осы кезеңді осознанно шешім қабылдаңыз. Мақсаттарыңызда қайта қараңыз. Ойланыңыз, эмоцияның жетегіне кетпеңіз, қатынасты жылдам үзбеңіз, конфликтке кірмеңіз, маңызды істі жоспарламаңыз деп тұр. Бүгін не жасауға болады? Оқу бастауға, жаңа жұмысқа кіруге, үй сатып алуға болады, бизнес бастауға болады, және демалуға болады. Бүгін не жасауға болмайды? Ем бастауға болмайды, той жасауға болмайды. Құрылысқа қатысты шаруаларды қолға алмаңыздар. Бүгінгі күнде көзімізге очки, басымызға бас киім тағып, күнге қарамаймыз. Күн сағат 17-ден 40 минут кеткенде тұтылады, бірақ Қазақстанда ол көрінбейді. Сонда да энергиясы бар, желательно күндіз бойы күнге қарамаңыздар. Өйткені алда бүгін басталып тұр 12 август пен 28 август коридор затмения. Коридор затмения ол новолуния мен полнолунияның ортасы. Яғни 12 августте жаңа ай тұтылады, жаңа ай туылады, кешірім сұрайын, күн тұтылады, 28 августте ай тұтылады. Бұл кезең энергиясы өте жоғары, эмоциясы басым, бір сәт тоқтап өміріңізді саралайтын, асығыс шешім қабылдамайтын уақыт. Көп адамдардың ішкі күйі тұрақсыз болады, өмірінде бір нәрсені өзгертіп жарыққа шыққысы келеді. Бұл кезең күтпеген оқиға, жылдам шешім, эмоцияға толы жоспарлардың аяқ асты өзгеретін кезеңі. Сондықтан да бүгін жылқы жыл туылғандарға сәтті күн, сөздеріңізге абай болыңыздар. Тышқан жыл туылғандар бүгін сіздердің күндеріңіз емес, мүмкіндігінше сақ болыңыздар. Бүгін күннің сәтті уақыты 13:00 мен 15:00. Сәтті түстер жасыл, сор, күміс, ақ, бежевый, қызыл, қара, қоңыр кимейміз. Бүгін чек өртейміз, чеки сжигаю, деньги себе возвращаю дейміз. Бүгін күндеріңізге сәттілік, сау болыңыздар. Арқалаңыз оңтүстік